Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілін сабағын бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз таптары. Сабақтың мақсаты сөз таптарының сөйлемдегі қызметін және дерек көздерден ақпарат табасың, жаңа сөздің мағынасын анықтайсың. 7-ші беттегі 6-шы тапсырмаға қарайық. Кемпір қосақ. Мәтінді оқып, өзіңе түсініксіз сөздерді белгіле. Қапырық ыстықтан кейін бұлт қоюланып, нөсерлетіп жаңбыр жауады. Жаңбыр басылған соң бұлт сейіліп, көкжиектен батып бара жатқан күн көрінеді. Дәл осы кезде тарап бара жатқан қара бұлттың арасынан жерге қарай иілген алып доға тәрізді кемпір қосақ пайда болады. Оның бір-бірімен жарыса астасқан 7 жолағы 7 түрге боялған. Сонда кемпір қосақ дегеніміз не? Аспан күмбезінде мұндай ғаламат қайдан пайда болады? Бұған себепші болған нәрсе бұлайша ақ болып көрінгенімен, шынындығында 7 түстен тұратын жарық сәуле кәдімгі күннің жарығы екен. Енді осы жаттығудың астында балалар кесте бар. Сөздіктен кестедегі сөздердің мағынасын анықта, сөздерді сөз таптарына ажырат. Мұндағы сөздер: қапырық, нөсерлету, сейілу, көкжиек, ғаламат, жолақ. Қапырық сөзі менің білуімше ыстық, сөздіктен анықтағаным ыстық, зат есімге жатады екен. Нөсерлету жаңбырдың қатты жауғаны менің білуімше, сөздіктен анықтаған жаңбырдың қатты жауы, сөз табы тұйық етістік екен. Сейілу менің білуімше азайды, азаю деген мағынаны білдіреді. Сөздіктен анықтағаным тарау деген мағынаны білдіреді екен. Тарау, ыдырау демеген. Қай сөз табы тұйық етістікке жатады екен. Көкжиек сөзі менің білуімше жиек, сөздіктен анықтағаным көкжиек. Қай сөз табы? Зат есім. Ғаламат менің білуімше тамаша, сөздіктен анықтағаным керемет. Қай сөз табы екен? Сын есім. Жолақ менің білуімше сызық, сөздіктен анықтағаным сызық. Қай сөз табы? Зат есім. Жолақ не? Зат есім. Келесі жаттығуымыз 7-ші жаттығу 8-ші беттегі жұмбақ жасырайық. Жұмбақты жатқа жазып шешуін тап дейді. Алдымен шешуін тауып алайық. Жарқылдан соң жаңағы суға бөкті бар алап, көкте түрлі жолақты өрнек тұрды ғаламат дейді. Балалар, жұмбақтың шешуі не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Жұмбақтың шешуі кемпір қосақ екен. Кемпір қосақ. Енді балалар 8-ші жаттығуға қараңдар. 6-ші және 7-ші жаттығуларда берілген мәтіндерді салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықта дейді. 6-ші жаттығудағы кемпір қосақ мәтіні және 7-ші жаттығуда жұмбақ. Екеуінің ұқсастықтары неде? Алдымен ұқсастығын тауып алайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Екеуі де кемпір қосақ туралы екен. Екеуі де кемпір қосақ туралы. Ал айырмашылықтары неде екен? Айырмашылықтары біреуі мәтін болса, екіншісі өлең екен. Ал енді қайсы көркем мәтін, қайсы ғылыми танымдық мәтін дейді. Бірінші мәтіндегі кемпір қосақ мәтіні. Ол, дұрыс айтасыңдар, ғылыми танымдық мәтін екен. Екінші жұмбағымыз ол көркем мәтінге жатады екен. Жақсы, олай болса келесі тапсырма 10-шы жаттығу тірек сызба. Тірек сызбаны пайдаланып сөз таптары қалай аталатынына және олардың сұрақтарына назар аудар дейді. Сұрақтарына қарап сол сөз табының қандай мағына білдіретінін айтуға бола ма? Болса әр сөз табының ережесін шығарып көрші дейді. Сөз таптары зат есім, сан есім, сын есім, етістік, есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеу сөздер екен. Зат есім, кім не, кімдер нелер деген сұраққа жауап беріп, балалар нені білдіреді?
заттың атын білдіретінін білеміз, е? Сан есім қанша, неше, нешінші деген сұраққа жауап беріп, заттың санын білдіретінін білеміз. Ал енді қалған ережелерді өздерің шығарып көріңдер. Балалар, үйге тапсырма. Ережелерді жаттаймыз. Және 8-ші беттегі 9-шы жаттығуды орындаймыз. Жазбашы. 9-шы жаттығу жұмбақтар жинағы кітаптарынан төменде берілген сөздердің бірі туралы жұмбақ тауып жаз дейді. Сүңгі, жаңғырық, тұман, бұршақ деген сөздердің біреуін таңдап аламыз да соған жұмбақ жазып келеміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Сау болыңдар.